Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін, шаймен керемет үйлесетін вафли дайындайтын боламыз. Бұл вафлиді міндетті түрде дайындап көріңізге кеңес беремін. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып, оның үстіне құмшекер сеуіп, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып, одан кейін үстінен қаймақ, 20% және де ерітілген сарымай қостым. Осыларды да жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнның бәрін бірден салып тастамай, 2-3-ке бөліп саламыз. Үстінен 1 шай қасық қопсытқыш, қамыр қопсытқыш салып, тағы да үстінен ұн салып отырып, жақсылап тым қою емес және тым сұйық емес қамыр шығарамыз. Мінекей осындай болу керек қамырдың консистенциясы. Енді вафельный самызды жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін үстінен жақсылап бір рет майлап алып, жаңағы дайындап алған қамырымызды үстінен 1-2 асықтан құйып отырып, жақсылап пісіріп аламыз. Қамырды салғаннан кейін 1-2 минут күтсеңіз, жайлап қызара бастайды. Содан кейін вафли қыздырғаннан кейін жақсылап бір кішкентай шпажканың көмегімен осылай алып аламыз. Және де басқа да қамырлар дәл осылай пісіріп шығамыз. Осы рецептпен пісіріп жүргеніме 2 жылдай болды. Шайдың алдында шаймен ішкенге вафлилар тез пісе қояды. Және де дайындалуы да 5-10 минут уақытыңыз ғана алады. Мен көбінесе таңғы асқа балаларға пісіріп беремін. Үстінен әртүрлі дәмдеуіштерді, сахарный пудра немесе шоколадты сеуіп әрлей берсеңіздер болады. Енді ол өз қалауларыңызша. Осы вафлимен кофе дайындап ішкенді өте жақсы көремін. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Рецепт пайдалы болған болса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.